Өмірде көптеген оқиғалар бар. Кейде неке қиған уақытта күйеуі мас күйде болуы мүмкін. Соған жауап іздеп ойланып жүрген көп адамдарға мас күйінде қиылған неке қабыл болмайды деп айтып жатады. Расымен солай ма? Мас күйінде қиылған неке, егер неке талаптарына сай қиылса, ол есептеледі. Бұған қатысты Абу Ханифаның ұстазы Хаммадтан жеткізген деректерде мас адамның істеген іс-әрекеттерінің бәрі шариғи тұрғыда есептеледі деген. Сондықтан да маста болса күйеуіңізбен қиған некелеріңіз, егер неке шарттары сақталған болса, ондай неке шариғи тұрғыда заңды болып саналады. Ал ол некенің берекесі бола ма? Неке қасиетті ұғым. Арақ ішіп мас болған күйі некеге отыру біріншіден күнә, екіншіден некенің берекелі болуына белгілі дәрежеде кедергісін келтіруі мүмкін. Дегенмен тәубе етіп, дұрысталған пендесін Алла кешірем деген. Соған орай күйеуіңіз арақ ішуін қойып, намазға жығылса, үйден 5 уақыт намаз бен Құран кәрім оқылып тұрса, ол үйге береке кірері сөзсіз. Алла тағала жалбарынған пендесін бос жібермейді. Мына бір дұғаны жиі оқып жүріңіздер. Раббана ва ла тухаммилна ма ла тақата лана бих ваъфу анна вағфир лана вархамна анта маулана. Мағынасы: Раббымыз Алла, бізге шамамыз келмейтін нәрсені сынақты жүктеме, бізді жарылқа, бізді кешір, бізге мейіріміңді төк, сен біздің иемізсің. Және мына бір дұғаны айтып жүріңіз. Рабби яссир ва ла туассир, Рабби таммим бил хайр. Мағынасы: Раббым, жеңілдет, қиындата көрме. Раббым, жақсылығыңды толықтыр, кем етпе.